Кешегі күннен влог. Кеше үйде жиын өтті. Таңертең ертемен тұрып базарға барып қайттық. Кішігірім пакет ашар болсын, осындай нават, кәмпиттер. Айтпақшына вечерда харам дей бермеңіздерші. Кезінде осыны алып жеп өстік қой. Дастарханды 2 бөлмеге жаятын болғандықтан барлығын көптеп қылып алдық. Осындай чай, сыр, колбаса, самсаның қамырлары, осындай май, гель, әзилет, сабын, порошок деген сияқтылар. Негізінде базарға бір күн алдын барған болатынбыз. Үйге қонақтарымыз жақындап қалдық деген екен, асығысып жүрміз ғой бәріне. Үйге келе сала осылай ет салып қойдым. Асығыста бұл ет те өте дәмді болып шықты. Ал енді кеттік, осындай жеңгемнің құймақтары. Естімеген елде көп. Жеңгем құймаққа ашытқы салды. Осындай қазымен рулет, пилмен бауырсақ, барлығын пісіріп жүрген осы жеңгем. Ал апамның майсөгі мен женті вообще күшті, айтуға сөз жоқ. Осылай барлығын пісіріп дайындап қойдық. Ал мынау менің жеңгемнің пирогтары. Жеңгем екеуміз тағы да базарға барып қайттық. Айтпақшы қыздар, жеңгем екеуміз көйлек, халат сатып жатырмыз, алсаңыздар болады. Барлық қалаға доставка бар. Үйге келген соң салат пен қаттама жасадық. Қыздар, екінші бөлімін салайын ба, сіздерге қызық па?